Қымбатты достар, өзінің өткенін білмеген адам өзінің болашағына жете алмайды дейді. Біз Түркістан қаласына келіп жеттік. Түркістан қаласының 40 километр жерінде орналасқан Отырар атты тарихи қалашығына келіп жеттік. Отырар қаласы туралы бұрын не білдім? Отырар қаласы туралы мен тек қана қазақтың атақты ақыны Мұхтар Шахановтың шығармалары арқылы білетін болғам. Барлық адамдар сияқты. Енді мінекеңіздер бүгін Отырар қаласына келіп жетті. Отырар қаласының рухы ерекше. Отырар қаласының энергетикасы ерекше. Егер Мұхтар Шахановтың жеңілген жеңімпаз хақындағы Отырар дастаны немесе Шыңғыс ханның қателігі атты поэмасын есімізге түсіретін болсақ, Шыңғыс хан былай деп айтатын еді: өзінің ұлы Шағатайға: сен не себептен 6 ай бойы осы кішкентай Отырарды ала алмағансың? Онда Шағатай былай дейді: әке, жүргенім жоқ аянып, қанша үмітім желге ұшты, қанша әскерім жер құшты дейді. Дала жатыр қызыл қанға боялып, бірақ егер бүкпей баяндасам саған шындықты, рухы өр, тәні бекер, бұл бір қайсар халық екен дейді. Бір сөзбен айтқанда, бір қайсар халық екен. Ол не деген сөз? Шыңғыс ханның қателігі сонда болды. Ол басында тез-тез келіп, кішкентай Отырарды тез алайын деп, бірақ шықпады. Неге? Өйткені осы жерде тұрған халықтың рухы өте жоғары, рухы өте мықты. Бір сөзбен айтқанда, қымбатты достар, рухы күшті халықты жау ешқашан аламайды. Сондықтан бәріміз Отырар қаласының бұрынғы халқы сияқты мықты, қайсар және тату тәтті өмір сүрейік. Сонда бізді ешқандай жау ала алмайды.